Жолдар анау шұбаталар шаң ұшқан. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Айналайын ата мекен, ақ мекен. Қандай қазақ іздеп сені тапты екен. Айналайын ата мекен, ақ мекен. Туған өлке тәтті екен ғой, тәтті екен. Саламатсызбы балалар, отырыңыздар. Біз кеше қайда бардық? Жандос айтты ғой, қайда бардық? Біз кеше өзіміздің қаламызды аралап қайттық. Аралап көріп шықтық. Жақсы отырамыз. Сондықтан да бүгінгі сабағымызда қалай деп атадық? Туған өлкеге саяхат деп атаған екенбіз. Ал енді осы сабағымызды бастамас бұрын біз мына жерде әдемі шаттық шеңберіне тұрмай-ақ орнымыздан тұрып, мына тілегімізді айтайық бір-бірімізге. Қанекей орнымыздан тұрып, қолмен айтамыз. Аспан Көрдім жерде сәуле жайылды, еденнен ашық бүгін күн, қайырлы таң, қайырлы күн. өте жақсы балалар, отырамыз онда. Ал мынау кешегі біз аралаған қаламыздың картасы, иә? Ал енді осы қаламыздың картасын көріп, кеше арналған немізбен бірге алдымызда түрлі түсті қағаздар жатыр. Сол түрлі түсті қағаздар өзімізге ұнаған түсті таңдап аламыз да, солай топтасамыз. Қане ортаға шығып, ана түсті таңдағандар аламыз. Қызыл түсті таңдағандар қалай деген топқа орналасқан. Неге топқа деңдер қылды? Жасыл түсті алғандар балқаш тобына орналасады. Үшінші демалыс аймағы. Көк түсті алғандар демалыс аймағымен топқа орналасады. Ал енді дәл осындай үш топқа топтастық. Енді біздің саяхат картамыз бар. Мына саяхат картасында әр қонатын өзіміздің аялдамаларымыз бар. Бірінші аялдамамыз менің қалам деп аталды. Екінші аялдамамыз ойландар. Үшінші сергіту. Төртінші домино, соңғысы рефлексия аялдамасы. Мұнда өзіміздің тілегімізді ана оқылған тілек ағашына не қыламыз? Ойымызды ағарып жазып қояды екенбіз қыстыра. Бірінші жаңағы неміз аялдамамыз не еді? Менің қалам деп аталды. Мына жерде ұяшықтар берілген. Таңдаймыз. Сол ішінен ұяшықтардың артындағы сандардың артында сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жазамыз, жауап береміз. Бірінші топтан тұрайық. Қане қаладан кім таңдайды? Қай сұрақ таңдаймыз? Кесесіз Мейрамбек сұрақ орнынан. Бесті таңдаймыз. Бесінші сұрақ таңдаса, онда сұраққа қарады. Сендер қайсын таңдайсыңдар? 15-ті таңдайсыңдар. Сендер? 10-ның үшінші. Онда қараймыз қазір. 5-ті үшінші. Қалада қанша адам тұрады дейді. Бірінші сұрақ жауап берейік. Бірінші 13.205 адам тұрады. 13.205 адам. Дұрыс па, балалар? Иә. Өте жақсы, отыра ғой. Ал одан кейінгі топ 10-шы, үшінші топ демалыс аймағы 10-ның үшіншісін таңдадық па? Иә. Қалада қандай ұлт өкілдері тұрады? Қандай ұлт өкілдері тұрады? Қазақстан. Жоқ. Қазақтар тұрады, тағы? Орыстар, өзбектер, Иә. түріктер, татарлар, Тағы? Азербайжандар. Әзірбайжан ұлт өкілдері тұрады. Жақсы, отыра ғой. Ал үшінші 15-ті таңдаған екінші топ, балқаш тобы Айдана. Біз үшіншісін таңдадық. Өте қандай балықтар бар? Қандай балықтар бар екен? Сасан, шортан, сом, Тағы қосымша айтатындар бар ма? Өздерің топтарында. Жылан балықтар. Жақсы, өте жақсы, отыра ғой. Ал енді бір өз сұрақтарымызды айттық. Енді осында отырып, қазір жаңағы жауап берілген жауабымызға қарай бір топ өздерін не қыламыз? Бағалаймыз. Онда орнымыздан тұрамыз да, қазір бірінші топ. Қала тобы. Қаланы бағалайды. Қаланы.
жақсы деген белгілер. Не үшін? Олар өте жақсы жауап берді. Сол үшін жақсы деген бағаны берді. Жақсы. Ал енді балқашты бағалаймыз бәріміз. Қала тобы тез-тез қолыңдағыны ал да артқа барып бағала. Мен оларға жақсы баға беремін. Олар сұраққа жақсы жауап берді. Жақсы. Жақсы деген белгіні берді. Енді сендер бағалаңдар балқашты. Алия, қайсыны бердік? Жақсы дегенді берді. Жақсы айтып, жауаптары дұрыс болды. Жақсы. Ал енді екі топ, үшінші демалыс аймағын бағалаймыз. Мейір кел. Демалыс аймағын бағалаймыз. Мен бұларға жақсы деген бағаны беремін. Өйткені бұлар дұрыс жауап берді. Жақсы отырамыз. Ал екінші балқаш тобы жандос бағалаймыз. Демалыс аймағын бағалаймыз. Демалыс аймағына біз жақсы деген баға бердік. Олар бәрін дұрыс айтты. Жауапқа дұрыс жауап берді. Сұраққа дұрыс жауап берді. Жақсы отырамыз. Ал бәріміз бағаладық. Енді бірінші аялдамадан өттік қой. Енді екінші аялдамамыз не деп аталды? Ойлан табы деп аталған екен. Ал ойлан таб аялдамасының сұрақтар бізге берілетін тапсырма мынау әртүрлі нелер берілген. Мынау көк шеңбердегі сөзді табамыз. Бұл бірінші қала тобына берілетін тапсырма. Алдарында бар тапсырманы қарап, мына жердегі жемістердің атауын жазып шығасыңдар, сонда мынаның соңғы бір жемістің атауы шығады. Ал екінші топқа балқаш тобына берілетін сары ұяшықтағы сөздерді табасыңдар. Суретке әртүрлі аңдар жасырылған, сол аңдардың атауларын жазасыңдар да, сол мына ортадан екінші бір аңның атауын не қыласыңдар, шығарасыңдар. Алдарында тұрған қағазды жазып шығамыз. Ал үшінші топ сендерге демалыс аймағы. Мына жерде кітапшалар бар. Сол кітапшадағы мына жерде сандар бар. Санды дыбыстармен әріптермен ауыстырасыңдар. Сонда мына жерде бір нақыл сөз шығады. Соны табамыз. Ал онда тез жазып шығайық, істесек. Тез жазып шығамыз. Жұмыс жасаңдар. Ал дайын болса қайтамыз. Яғни бірінші қала тобы дайын екен, онда қазір қала тобының несін? Ал Мейрам өтіріп айтауы. Сендерге бірінші қайсы еді? Бірінші айтауы Мейрам. Бірінші жүзім қызанақ жем. Бізде мандарин деген сөз шықты. Яғни мынау бірінші мандарин деген сөз шыққан екен, дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы. Майрамбек дұрыс тапқан екен. Енді екінші топ сендердікі. Бізде қолтырауын деген сөз шықты. Қолтырауын деген сөз шықты. Дұрыс, өте жақсы. Ал үшінші топ сендерден. Үшінші топ Ерасым. Ұстаздан шәкірт озар деген. Ұстаздан шәкірт озар деген нақыл сөз жасырылған екен. Өте жақсы. Үш топта бірдей жауап берді. Енді жеке жауап бермейміз, бағалаймыз. Онда саусағымыз бар ғой. Саусақпен, не қыламыз? Бас бармақпен бағалаймыз. Ал бірінші топ тез бас бармақпен қалай бағалаймыз? Ортадан қоямыз да бас бармақпен бағалаймыз. Егер жақсы болса, алдыға қарай, орташа, төбе. Ал бірінші топты бағалаймыз. Екі топ, бірінші топты бағалаңдар. Тез. Отырып. Жақсы. Екінші топ бағаласың. Екінші топты бағалаңдар. Екі топ, тез. Өте жақсы. Үшінші топты бағалаймыз. Тез. Өте жақсы. Бір-бірімізді бағалап шықтық. Енді біздің үшінші аялдамамыз сергіту сәті еді. Солай. Онда мына суреттерге назар аударыңдар балалар, қазір қарап тұрып. Мына жерде суреттеріміз бар. Осы суреттерге назар аударамыз.
Міне, мына жақтағы суретті сол суретті қарап отырамыз да, сол суретпен қазір не істейміз. Міне, мына сурет. Қарадық па? Осы суретте біздің қаламыздың түрлі жерлер бейнеленген. Қарап тұрсыңдар ғой, осы қаланың бейнеленген суреттерін тез атап шығамыз. Қарап отырмыз да, бірінші суретті кім атайды? Айжан, айтамын. Біз өзіміз оқып жүрген мектебіміздің жаңа алаңы. Жақсы, өте жақсы. Ал екінші бейнені Жандос. Бұл біздің Балқаш көліміздегі белый колония деген мүсіні. Яғни аймақ демалысы. Жақсы болды. Үшінші бейнені кім айтады? Үшінші бейне. Үшінші бейне. Анау үшінші тұрған бейнені. Елір. Айтамын, үшінші бейне. Аяққа кім айтып беремін? Ал, Ерасыл айтамын. Орыс армиясының бюросы. Ресей армиясының демалғы мәдениет үйі. Жақсы отырамыз. Үшінші отыр. Үшінші кім? Төртінші бейнені кім айтады? Ол біздің көшеміз. Орталық Көшеміз. алаң. Төртінші бейнені кім айтады? Бесінші бейнені. Жандос. Бұл біздің көшеміздегі гүлдер. Гүл және орталық алаңдағы қазақша не дейтін едік? Су бұрқақ. Өте жақсы. Шағын ғана видеомыз бар. Сол видеоны еламыз қазір. Көреміз бейнөздікті. Бұл жерде Балқаш атты хан өмір сүріпті. Хан ай мен жұлдызға теңгелерде жалғыз қызын күйеуге берген туралы хабарды 4 күн дүниеге жария етеді. Хас-сұлудың жүрегін жаулап алу үшін жер жаһаннан небір батырлар, байлар келіп, бәйге 30 күн 30 түнге созылады. Солардың ішінен қарапайым кедейдің баласы мықтылығымен, ептілігімен, батылдығымен басы қосады. Ханның қызы әрі жігітке бір көргеннен ғашық болған екен. Хас-сұлуды кедейге беруге нараз болған хан жалғыз қызын Іле өзеніне, ал жігітті Қаратал өзеніне айналдырыпты. Өзі қос өзенді бөліп тұрған көл болып, ортасында орын тепкен көрген. Іле мен Қаратал сулары қосылуға қанша талпынғанымен, бүгінгі күнге дейін екеуінің арасында қан Балқаш жатыр. Төртінші аялдамамызға келейік. Төртінші аялдамамыз. Домино деп айтылады, төртінші аялдамамыз. Жаңа біз бейнеліктен Балқаш туралы не естідік? Аңыз естідік. Сол аңызда әртүрлі суреттермен бейнеленеді. Мен қазір сол суреттерді берем сендерге. Сол суреттерді не қыламыз? Қарап отырып, Құрастырамыз. рет-ретімен құрастырасыңдар. Көріп отырсыңдар ма? Міне мына бейнелер берілген суреттер. Апай, Осы суреттер жаңа аңызды естідік қой біз. Мына жерде әр жерге орналастырған 8 түрлі сурет бар. Сол 8 түрлі суретті аңызға қарай ол бірінші аңызды айтып шығамыз. Содан кейін рет-ретімен орналастырып қоямыз. Кәне, аңызды кім әдемі деп айтып береді? Диана айтады ғой, аңызды айтады. Бұрынғы замандарда бір іле деген Айдан айтады. бұрынғы заманда Балқаш деген бай болады. Оның іле деген қызы болады. Сөйтіп оның Жігіт болады, жігіт қонағасы беріп жатқан кезде Балқаштың қызы Ілені не қылады? көріп қалады. Жақсы көріп қалады. Сөйтіп ол әкесінен рұқсат сұрайды. Әкесі оған қарсы болады. Содан соң Іле мен жігіт ақылдасып қашып кетеді. Содан соң олар көлге барып батып кетеді. Яғни жардан секіріп көлге түседі. Осындай аңыз екен, енді осына суреттерді сол аңыз бойынша орналастырып қойып шығамыз. Енді осы айта ғой. Жайны жоқ, қоймаймыз, айтып шығамыз. Бірінші қай сурет тұру керек, сен қазір тұрған? Іленің бесіншісі. Бесінші сурет, яғни мынау. Бай, қызы бар, ең бесінші сурет, бірінші. Екіншісі. Мына сурет тұру керек, дұрыс па? Яғни, ал үшінші. Анау, төртіншісі сурет. Үшінші сурет тұру керек, солай ма? Яғни ас беріп жатыр. Төрт өз орнында тұр, апай. Төрт өз орнында тұр, сосын? Одан кейін алты да өз орнында. Сосын сегізінші жетіде тұру керек.
достың жалпы айтқан дұрыс. Енді қазір мен бейнені шығарамын. Сол бейне бойынша мен ғана көріп шығамыз. Дұрыс па, дұрыс емес па? Жандостың айтқанын қараймыз. Елдостың. Елдостың айтқанын. Міне. Көрдік па? Дұрыс айтқан ба екен Елдос? Жоқ. Қай жерде қателесті Диана? Үшіншісі. Яғни Қаратал деген жігіттің орны не қылды? 4-ке қойып жіберді. Жақсы, отыралы. Яғни мынау сол аңыз бойынша дәл осындай сурет шықты. Балалар бүгін жалпы қаламыз туралы, қаланың жанындағы Балқаш көлі туралы біраз деректер алдық. Енді осы өткен сабағымызға қатысты өзіміздің ойымызды, жақсы немізді, жазамызды анау тілек ағашына не қыламыз? Қыстырамыз. Жазып қыстырыңдар. Ал. Тілек ағашына. Өз сабақ қалай ұнады? Сабақ туралы өз пікірлерімізді, тілегімізді айтып, жазып не қыламыз? Балалар. Балалар қараңдар енді. Біз қаламыздың қандай екенін көріп шықтық қой, кеше көзімізбен көріп аладық. Енді бүгін сол қала туралы біраз деректер жинадық. Ал көлдің қандай екенін көріп отырмыз. Сол көлді өзіміздің көз қарашығымызда не қылуымыз керек? Сақтауымыз керек. Ең бізге қажетті, ең керек нәрсе осы жанымыздағы көліміз. Оны таза ұстауымыз керек. Барған кезде жазда, шомылуға барған кезде оның айналасын тазартып, қоқыстан арылтып тұру. Міне осы нәрсенің барлығын біз біліп жүруіміз керек. Бізге қаламызға ең қажетті, ең керекті нәрселерді қалай ұстаса, ол бізге дәл солай не қылады? Қызмет етеді. Сондықтан да ал бар тілектерімді мына жаққа шығып, тілек ағашына жазып балалар, бүгінгі сабағымыз біліп отырмыз, яғни 3 топта өте сабаққа жақсы қатысты, көрген білгеніміздің барлығын айтты, және бір-бірімізді өзіміз жақсы бағаладық. Мен осының ішінде барлық нелерге сұрақтарға жауап беріп, белсене қатысып отқан оқушыларды атап айтқым келеді. Бізде мына тобында Мейрамбек, Бекнұр, одан кейін екінші Балқаш тобында Елдос, Айдана, Жандос жақсы қатысып отырып сұрақтарға жауап берді. Үшінші тобында Аяржан, Әлия, Ерасында өзінің білгендеріне қылды. Балалар өте жақсы. Енді келесі сабағымызды Балқаш көлі мен анау Балқаш көлінің айналасында жанында орналасқан біздегі ашылып жатқан демалыс аймағы бар, Балқаш санаторий деп аталып жатыр қазір. Міне сол Балқаш көлі мен жаңағы демалыс аймағы туралы сабағымызды әрі қарай не қыламыз? Жалғастырамыз. Ал жақсы сабағымыз бітті. Жақсы қатысқандарына рахмет.